Біз Алматы қаласының тұрғындарымыз. Біз бәріміз ерекшеміз. Ал енді менімен таныс болыңыздар. Бала кезімнен қоғамға көмектесіп, адамдарға қуаныш сыйлағым келетін. Мен жүректен жүрекке атты еріктілер ұйымының негізін қалаушымын. Еріктілік бұл жұмыс емес, хобби емес, бұл кәсіп. Біз елімізді дамудың жоғары деңгейіне көшіруіміз керек. Еріктілердің мысалында барлық адамдарды патриоттық рухта тәрбиелеуіміз керек деп ойлаймын. Уинстон Черчилльдің керемет сөздері бар. Сіз алғаныңыздың арқасында өмір сүріп, беруіңіз арқылы қолыңыз ұзарады. Бере отырып өмір сүру әрбір волонтер жанының, оның ішінде менің жанымның басты қажеттілігі екеніне сенімдімін. Ал волонтерлік біздің қоғамымызды жетілдіретін маңызды, прогрессивті қозғалтқыштардың бірі болып табылады.